Жастар сүйдім, күйдім деп танысады, көп жүреді. Қарасаңыз мына соңғы жылдың өзінде үйленген жастардың 50% ажырасып жатыр дейді. Сонымен қоса біздің есте сақтау қабілет басқа ұлттан артықпыз. Өйткені оның себебі кейін мына кезінде атам айтушы еді, малшы деп менсінбейсіңдер ғой. Шын малшының қандай екенін білесіңдер ме? Сонда ата қандай десек, ол айтып, шын малшы бұл бала жылқымен өссін дейді. Жылқыны өссін дейді. Қыз бала тұншығып өссін дейді. Мен өзімде өмірде міне 74-ге келіп қалдым. Бір мақалым бар, жастарға керек болады деген. Кейін оны жаптым, мен қайта жағам. Оны оқып жабады, мен қайтадан қоямын. Соны төртте жап, төртте қойдым. Ақыры мен сол жұмысына қуып құтылды қойдым. Сіздерден жастарға бірер ауыз ақыл болса. Бүгінгі күндегі ата-аналарға айтар едім, есінде болсын деп. Ассалаумағалейкум, Әулие-ата діни танымдық бағдарламасының көрермендері. Бүгін біздің бағдарламамыз арнайы түрде Мерке өлкесіне ат басын бұрды. Біз осындағы аузы дуалы ақсақалдарды кезіктіріп, және ол кісілермен бүгін бір келелі сұхбат қылсақ па деген ниеттеміз. Олай болса, бүгін сіздермен бірге Жылыспаев Байсейіт Сабырұлы, осы Мерке аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы. Одан кейінгі қонағымыз Жұматаев Мелісхан Мамытұлы, ардагерлер ұйымының пленум мүшесі, идеология жайындағы тұрақты комиссияның төрағасы. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Амансыздар, жағдайларыңыз қалай, есен амансыздар ма? Осы жалпы ең әуелгі айтпақ мәселем, сіздермен бүгінгі бөліскіміз келіп отқан, пікір алмасқымыз келіп отқан тақырыбымыз салт дәстүр жайында болмақ. Енді әуелгі сауалымыз, біз салт дәстүр, ғұрып деген дүниелерді естіп жатамыз. Енді күнделікті болмаса да өмірімізде өзіміз қазақ ұлтынан болғаннан кейін болмаса тіпті өзіміздің көрші өзге ұлт өкілдерінде көрсек, өздерінің салт дәстүрлері, салт саналары бар. Осы турасында енді осының ішінде қазақ ұлтының салт дәстүрі, оның жалпы адамзатқа берер пайдасы нақты, және қоғамдағы атқарушы рөлі, осы турасында бір жалпы өздеріңізден пікір болса. Қазақтың салт дәстүрі, мазмұны, мәдениеті жағынан ешбір әлемдегі ұлттың салт дәстүрден кем болмаған. Олардың негізгі мазмұны жастарды, жалпы қоғамдағы адамзаттың бәрін мәдениетке, әдебиетке, қайырымдылы болуға, жақсылыққа шақырған. Салт дәстүрдің түрі де, саны да өте көп. Айта берсе көп, бірақ қысқаша айтқанда оның барлығының тағы да айтамын, тоқетері мазмұны қоғамды, ел жұртты жақсылыққа тәрбиелеу, бірін-біріне қамқоршы болуға, ұлттың мәдениетінің, әдебиетінің, өнерінің алға басы өсуіне бағытталған деп мен санаймын. Ал ендігі күнімізде енді салт дәстүрлің біразы былайша айтқан кезде өзгеріске шығады ғой. Өйткені мынау жалпы қазақ ұлтын өзін жекедара алатын болсақ, 150 жылдан астам жаңағы патшалық Ресейдің ықпалында болса, одан кейінгі Қызыл үкімет дейміз, Кеңес одағының былайша айтқан кезде бодандығында болдық. Әлбетте ол идеологиялардың, сол патшалықтың, сол кездегі сол республиканың қазақтың өзінің болмысына, бітіміне әсер еткенін жасыра алмаймыз. Енді сіздер көрген дәуір, соның ішінде осы Кеңес одағының кезегінде, осы иісі бұзылмаған деп айтып жатамыз ғой. Енді ол кезде иісі, тұрмақ, түр сипаты, жалпы болмысы, орындалу бәрі көп нәрсе өзгерді. Десе де, сол Кеңес одағының кезінде осы өзгермеген, өзінің негізін жоғалтпаған бірнеше
дәстүрлері туралы айтып кетсеңіз. Мен жалпы бұл өте күрделі, өзекті, идені терең ғылым деп айтуға болады. Өйткені егер адамзаттың тарихы бірінші билік халықта болса, екінші билік тарихта да бекер айтпаған. Себебі бүкіл қоғамымыздың, адам тіршілігінің өзі, болмысының өзі, мынау қазақ халқының дәстүр салтына өте тығыз байланысқан. Жалпы әлем бойынша. Оның заманында бір кездерде Соломон өзі мойындаған екен. Сүлеймен патша. Иә, сол өзі мойындап, қазір сол Анахарисис деген аттың өзі, Анахарисис деп, содан тәлім алған деген тарихта әңгіме бар. Себебі айтамыз ғой, мынау құқықтық заң қайдан шықты, гректер атасы деп. Діннің атасы еврей мен араб дейміз. Мысалы, музыканы немістер деп айтады, немістерден шыққан деп. Мәдениет, жаңағы әдебиет, ол Франциядан шыққан деп айтамыз. Кейін ғұламалар айтады, осының бәрі шығу үшін оларға білсе итер керек қой. Түрткі болу. Иә, түрткі болу керек қой дегенде, Соломоннан деген әңгіме бар, сол Анахарисистің айтқан сөз бар дейді. Себебі соның бәрі әдепке байланысты. Әдеп дегеніміздің шыққан жер ол көшпенділерден шыққан деп айтады дейді. Себебі көшпенділер ол көшіп жүріп өмір сүру әрине қолынан келмейді. Ол табиғатқа етене жақын, етене байланысты болу керек. Табиғатты мойындап, табиғаттың бір баласы болып барып, соған салтын да, дәстүрін да, нанымын, сенімін, тыйымын айланып келгенде табиғатпен соның егіз болып өмір сүргенде ғана адам баласы мынау тіршілікте, мына табиғатты мен тіл табыса алады. Бәрекелді. Деген сөз бар екен. Енді әрине кейін біздің қазақ мың тілген деп айтамыз. Осы көшпендің арқасында мұны әркім арқылы айтады, намат деп айтады, палапсы деп қойды. Айланып келгенде жұмыр жердегі мәдениет те, әдебиет те, білім де бәрі бізден кетеді деп мойындап жатыр қазір, мойындап жатыр. Себебі тағы да қайталауға тура келіп отыр, салт дәстүр. Қазақ неге айтады? Аттан құласаң да салттан құлама дейді. Себебі салт көбінде қысқа жай қазақ тілмен айтқанда не роддомымыз болмаған, не аптека болмаған, полиция болмаған, әскері болмаған. Қазақ қалай көбейіп, қалай өмір сүрді, қалай дамыды, неге әлем мойындады. Жапанның өзі қазір бізді жақындатқысы келіп, қазақ бізге ағайын деген тіл айтады. Неге? Өйткені терең түсініп жатыр олар. Өте терең түсінеді. Соған қарағанда біздің салтымыз адамзатқа өте ыңғайлы өміріне деп ойлаймын. Өте пайдалы болған ғой. Оны кейін мына большевиктер, ол кезде кімдер болды большевиктер? Тобыр ғой, абайдың айтқандай тобыр. Тобырда ми жоқ. Кім шақырса, ол кете береді артынан. Солар келіп дағы қазақтың мынау мәдениетінде, әдебиетінде, білімінде құрту үшін деп зиялыларымыздың айырылдық, репрессия болды, ашаршылық болды, не керек? Қазақтың тамырынан балта шапты ғой. Содан біз құрып кеткен жоқпыз, бірақ аз қалдық. Шетіміз көрдік енді, шетіміз көріп қалдық. Себебі салтты өсіруге тура келіп тұр олар. Мешітті ғана олар қиратқан жоқ, салтқа да ауыстыра бастады ғой. Оның бір дәлелі Наурыздың өзін 20-шы жылдан кейін Наурыз тоқтатқан ғой бізде. Неден сұмдық. Даже жеті шертпектің өзін жасырып пісірген заманда біз көрдік көзімізбен анамыздан. Шертпек таратқанның өзі өте ауыр болды. Даже кейін сүндетке отырғыздың өзін жасырын өткізетін болып шықтық қой. Осындай бір Байсейіт Көкенді, осындай бір кезең болды. Жалпы біздің елімізде енді қазақ халқының әуелдегі өзінің дәстүрлі діні ислам діні, оның ішінде жаңағы фиқх бойынша, заңдылығы бойынша имам ағзам Абу Ханифа, осылай. Енді бұл енді діни көбіне тақырып, бірақ мойындауымыз керек, осы кеңес одағының тұсында жалпы адамның денсаулығына, рухына зиян келтіретін сондай да бір дүниелер рұқсат етілді. Оның ішінде атап айтатын болсақ, мынау
арақ деп ашық айта берейік. Сондай бір мен көріністер байқадым қоғамнан. Енді біз де сырттан келген жоқпыз, осы қоғамнан шығып отқан адамбыз, бірақ келеңсіз көріністер болды. Дастарханға қонақ келген кезде мынау наннан бұрын, дәмнен бұрын арағың жоқ па не? Арақ қоймайсың ба не? Болмаса мынау қонақ келіп тұр, бір шиша ашпадың деген осындай тіркестер көп болды. Қазір енді күнімізде байқап жүрік, сиреді, өйткені мынау хикметтің нұры көптеген бауырларымыздың, ағаларымыздың, көкелеріміздің жүрегіне қона бастады. Оны да былайша айтқан кезде көзіміз көріп, жанымыз сезіп жүр. Енді айтпағым, осы кеңес одағының кезіндегі осындай енді бұны дәстүр деп те, салт деп те айта алмаймыз. Былай осындай келеңсіз мәселелер сол кездегі азаматтардың өміріне қаншалықты әсер етті? Осы турасында пікір білдірсеңіз, бақылауыңыз болмаса сіз. Біздер бәріміз жақсы білеміз, ұлы далада қазақ деген ұлы, талантты, ақылды халықтар тұрған. Оның осы тақырыпқа сәйкес салт дәстүрі деп айтып жатырмыз ғой. Салт дәстүрді ата-бабаларымыз тамақ ішкенде дастарханның басында отырып, алдыңғы артқы буынға түсіндіріп отырған. Оның өмірдегі рөлін, тоқетеріндегі шығатын биіктігін, адам қасиетінің жақсартатын бәрін айтып отырған. Енді жасыратын жоқ, Совет өкіметі орнатты, оның да көп ұмытпайтын теріс қасиеттер болды. Оның бірі бізді жаппай жаңалықты таразыламай бойына сіңіре беретін ұлы қазақ халқын пайдаланып, бізге арақ ішу, темекі тарту, ашық шашық жүру, қыз баланың бойындағы ұлттық тәрбиені, ұл баланың бойында ұлттық тәрбиені бұза бастады, жасыратын жоқ. Сол арақ шарапты да біз қабылдап, неше түрлі тәртіпсіздіктерді, денсаулыққа әсіресе зиян келтіретіндерін білмей жүре бердік. Мысалы, біздің ұлттық тәрбиеде ең таза дін болды. Оны да кейінгі уақытта керек емес сауатсыздар көбейіп, арасында неше түрлі ағымдар пайда болып кетті, бізге керек емес. Содан кейін жаңағы біздің элитамызды бұзып, тарихымызды бұзып, іштеме болмаған осындай кең далада жүрген бір жабайы халыққа теңеп бізді. Содан кейін әсіресе элитамызды бұзып, байлығымызды конфискациялап, аш-жалаңаш отырған орталық Ресейге жіберді де, тіпті ұранның өзінде де мынандай бір сөз бар. Ты был никем, стал всем деген. Көрдіңіз бе? Біздің ата-бабалардың, бай адамдардың барлығы өз еңбегімен байыған. Сол кездегі жаңа құрылым Ресейдің біздің сол әл-ауқатты адамдарды сол колхоздың, совхоздың деп келтірді ғой өмірге. Бас шығып қойғанда бұндай ашаршылық, қиыншылық болмайтын еді ел жұрт арасында. Біз үлкен кісілерден бала кезімізде еститінбіз. Мысалы 27-29 жылдарға тартып алған мал бүліктің бәрін қазақтың ұлы кең даласынан орталық Ресейге жіберді. Олар аш-жалаңаш адамдар қуанып, табанақы малаң терісі келген байлықты, тағам деген адамның жаны ғой. Қалай болса солай шашып, бұлай бопты, группалар бірігіп алады екен де, жылқының мысалы тек қана өкпе бауырын жақсы көреді екен. Сонысыңын ағанда қаған соғалақтырған. Сиыр малының санын жақсы көреді екен дағы, сол екі санын алғанда қаған бәрін соғалақтырған. Жаңағын рахаттанып, шарабын ішіп, баян гармошкасын, балалайкасын тартып, билеп көңіл ашып, соның аяғы жаңа айттық қой. Ты был никем, стал всем. Міне біз барлығын билейтін төбедегі реттеуші де, нұсқау беруші де, бәрінің иесі біз болдық деп, солай бізді қинаған ғой. Енді сол бол бәрі 75 жыл ішінде орын алып бізді қинады. Егемендік болған күннен Аллаға шүкір
ел жұрт бері қарап бұрынғы ата салтты, ата дәстүрді күнделікті өмірінде, тұрмыстық жағдайында пайдаланып келе жатыр. Оның бір нәтижесі әсіресе көзге түсетіні артқы буынның да жастардың бәрі қазір арақ ішуді бір 10 есе азайтты деп айтуға болады. Темекі тартуда төмендеді. Бірақ ол бұрынғы иісі бар, түтіні бар, нашар темекінің орнына мына электронный деп батыстың бізді еліктіріп жатыр да қазір. Соны жастар бойына қабылдап жатқаны әрине керек емес нәрсе, қиын нәрсе. Дұрыс айтасыз. Енді айтып отырмыз ғой, күнделікті өмір сүру салтымыз, ғұрпымыз бәрі де өзгеріске ұшырап жатыр. Жаһандану заманы, оның үстіне евроцентристік көзқарас мысалы. Ол да біздің елімізде, жерімізде бар, оны да жасыра алмаймыз. Енді жалпы қазақта салт болған кезде ол салт негізінен пайдаға негізделетін болған. Және ол пайдалар тек қана дүниеви материалдық емес, рухани да пайдалар болған. Енді тарихқа көз жүгіртсек айтады, қазақта жетім мен жесір болмаған. Өйткені әменгерлік деген дүние ары қарай жаңағы шариғат бойынша қосылып кете беретін болған. Қазақта қайыршы деген болмаған. Қайыртілетпейтін болған. Егер қандай да бір рудың, елдің адамы басқа жерге барып қайыртілеп ол жерден ат шығатын болса, ана руға намыс атына кір келетін болғаннан кейін әр ру, әр ауыл өзін-өзін қамтамасыз еткен байлық жүйе болған ғой енді. Бай басқарған сол ауылды, малын бәрін ресурстарын реттеп отқан. Біз енді осындай кезеңнен былайша айтқан кезде өткен халықпыз. Енді одан кейін руханиятымызға, өзіміздің болашағымызға біраз балта шабылды дейміз. Енді ол мәселелерде адамдардың көзқарасы әртүрлі. Менің сіздерге айтпағым, күнімізде, бүгінде сіздердің көңілдеріңізден шығатын. Екеуіңіз бір дәстүрден айтсаңыздар болды. Ой, міне осы дәстүр дұрыс, және осы дәстүр пайда беріп жүр. Енді глобальный дәстүрлер көп, жаңағы неке қию секілді, сол некенің айналасында қоршаған жаңағы онда бір көп. Естеріңізде болса, сондай бір қандай бір дәстүр айта аласыздар, міне осының пайдасы бар деп. Мен бір екеуін айтайын. Ұлттық тәрбиенің бірі қызды тәрбиелеу. Қызға 40 жерден тыю деп бекер айтпаған. Қызды анасы жас кезінен тәрбиелеген. Кейін болашақ ана боласың, Алланың алдында адамзатты көбею деген міндетін орындайсың. Сондықтан барған жерде көргенді болу деп. Көргенді деген сөздің өзі ол үлкен мағыналы нәрсе. Көлемді нәрсе. Қызды 40 жерден тыю деген. Бір үлкен көшеде қыз бала бара жатқанда жараспаған жерін, теріс жерін кім көрген айталы болған. Тоқтатып, қызым, мынау жараспайды. Бұлай жүр, бұлай тұр, бұлай отыр деп айтқан. Жаңыз анасының жеткіліксіз қой енді. Қанша білсе де қыз көшеге шығып, ол жерде оның дұрыс тұрысын білмейді. Сондықтан бәрі тәрбиелеген әбден. Сол қыздардың ешқайсысы ұятқа қалдырмаған. Тұрмысқа барғанда бірінші күйеуін, сол қайын жұрттың түгелін, сол жерде күннен күнге ел жұрттың ішінде сыйлы, абыройлы, мәдениетті, көргенді келін боп, кейін аяғында жетпесе де Домалақ ананың, Фатима апамыздың қасиеттерін ойына сіңіріп, сол жерде абыройлы, үлкен ана болған, әже болған, үлкен әже болғанда біреу. Сол бойжеткен қыздың ары, намысы, ол 40 үйден жабылып ана қызға жүк болып отқан жоқ. Керісінше сол қыздың ар намысы 40 үйге бөлініп жүк болып отыр. Бәрі жауапты. Сол елдің намысы, көрсеткіші абырой болып нүкте қойылған. Екінші мәселе, мысалы, жеңгетайлық дейміз. Қазіргі кезде жастар сүйдім, күйдім деп танысады, көп жүреді. Қарасаңыз, мына соңғы жылдың өзінде үйленген жастардың 50% ажырасып жатыр дейді. Мұны өкінішке орай телевизиядан естіп жатамыз. Соны табыстырып, неше түрлі жаңағы бітімгерлік жұмыстары сот арқылы, ауылдың ақсақалдары, үлкен аналар, әжелер арқылы біріктіріп жатады. Көбісі оған кей кезде көне қоймайды. Жастар осы жер өкінішті
жаңағы орысша айтқанда тепекейсіз нарамкадан жоғары мінезді, тәкаппар, сондай деп та, қиыншылыққа шыдамайды, ол керек емес нәрсе. Сол кезде қазақта ұлттық жаңағы дәстүрдің бір жеңгетайлық деген болған. Мысалы бір үлкен ауыл, бір бәленше деген байдың ауылы жаңағы 80 мың қойдан тұратын, 2 мың жылқыдан тұратын, 2,5 мың мысалы ірі қарадан, сол жерде бірнеше малшы болған, бірнеше қазақ үй болған, сол жерде әр уақытлы сабан тойда, көктемге жер жыртып егу біткенде де неше түрлі жаңағы сабан тойдың түрлері болып жатқан. Аллаға ризашылық беріп, халық жаңа жерден өнімін күтіп, былтырға қарағанда бай қуатты бола береміз, төлімізде, төрт түлігімізде көбейе береді деп. Сол кезде жеңгетайлық деген болған. Мысалы, сол ауылда жүріп, көрші ауылдың жаңағы ақылды көргенде болып тәрбиеленген қыз келін болып келді ғой. Бір-екі балалы туып, әйел болды дегендей. Сонда қарап жүретінде өздері теңестіретін. Анау жүріс тұрысына қарап, мынау ұл балаға мынау қыз тең екен, мынау қыз балаға анау ұл тең деп, соны өздері болашақта жақсы жанұя болсын, қазақ деген ұлтты көбейтсін, дүниеге жақсы көргенді қыздар, мықты ұлдар, батыр мінезді, отанын жерін сүйетін, мықты күшті отағасы болатын ұлдар болсын деп тәрбиелеп таныстырған. Шын мәнінде одан ешкім қателеспеген. Сондай сол жақсы ниетті атқарып отырып, алатыны күйеу болады, жаңағыда болашақта бір ғана беторамал демесе шағын орамал ғана болған. Ешқандай ақша, жылқы, қой деген жүрмеген. Қарап отырсаңыз енді бұл жеңгетайлық деген функцияны атқаратын өзінің бір дәлдеп түсетін адамдары болған. Иә. Ана көпшілік айтса қат айтпайды дегенде өзінің тарасы солай біріктірген, сондай берік жақсы жанұя болған. Олардың жаңа қорытындысында мен сөкпеймін, ол заң кезінде, заң түрінен қарағанда тура ғой, ЗАГСтың меңгерушісі екеуін біріктіріп, куәлігін беріп, мөр басқаннан да мазмұны терең болған іс жүзінде. Мынау тағы бір көргенде деген нәрсенің жоғарғы мақсаты. Мен өзімді өмірде 74-ке келіп қалдым, бір мақалым бар, жастарға керек болады деген. Көрген сізден көсеу артық, өрт болдырмас шоқтықты артып. Көсеу көргені түрткенін жасайды, көргенсіз көргені жоқ, несін жасайды. Қараңызшы мазмұны қандай жақсылар. Сондықтан ұлымыз да, қызымыз да көргенді болса, әке-шешесінің бойына сіңірген дастархан үстінде адамның жанын, рухын жоғары қылып, жанын ұзақ қылатын тағамның басында тәрбие деген қандай тамаша. Басқа уақытта қазақтың тәрбиеге уақытысы болмаған, себебі біз еңбек сүйгіш халық болғанбыз. Еңбек етіп, нәсібімізді, тірлігімізді дамытып отырамыздағы жаңағы әрі тамақ ішіп, әрі тәрбиені дастархан үстінде айтқанбыз. Жақсы, демек бұнда тек қана бір туыстық міндеттемелер емес, осы елдің бір ғана, егер елге үлес қосам десең, сауыт киіп, найзаста батыр болудың ешқандай аса бір маңыздылығы жоқ. Егер әйел адам болатын болсаң, өзіңнің жеңгетайлық функцияңды дөп атқарсаң, ол жерде ажырастыру, бұл да әлбетте өз кезегінде елге, жұртқа, мен ойлаймын, қызмет болып есептеледі. Мына кезінде атам айтушы еді, малшы деп менсінбейсіңдер ғой дейді. Шын малшың қандай екенін білесіңдер ме? Сонда ата қандай десек, ол айтып, шын малшы ол ауыр айын 4-5 күн алдын білетін адам, біліп отыратын адам. Малды қайда жаю керек, қай күні қандай шөп. Бір жылда ойлайтын адам ол малшы деген. Сондай кәдімгі, ол да білікті адам. Білікті адам. Оңай емес. Айға қарап, тұзға қарап, шаңаққа қарап біледі екен ғой. Көшіп қонуда да амал деген болған, оғыны көшіп бәрі толып атыр. Тек қана бірақ кемшілік біздің ұлы қазақ ата-бабаларымыз оқымаған, сол білетінін жазып қалдырмаған. Соны қазір небір әлемнің ғалымдары ауыз екіден естіп, соны ғылыми тұрғыдан зерттеп бағалап жатыр. Ол үшін біз сол ата-бабалардың 15-ші, 16-ші, 17-ші ұрпағы мақтанамыз. Бақдәулет бауырым, меркеге келіп мерей мерке. Ел меркенің де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты не істеліп жатқанын білген дұрыс деп ойлаймын. Жалпы қазақта сөз бар,
ұлша тәрбиелесең ұл болады. Ұл бала жылқыңнан өссін дейді, жылқыны өссін дейді. Қыз бала тұншығып өссін дейді. Сонда қалай түсіне болады? Қандай терең ой бар бұл жерде. Ұл бала жылқыны өскені 5-ке шейін патша болсын дейді. Қақпа дейді. 5-тен 15-ке шейін құл қыл дейді. Ол бәрін ұстау керек, бәрін білу керек. 15-тен кейін досындай сыйла дейді. Ал қыз, ол ертеңгі ұлт. Қыз бала тұншығып өсін дейді. Тұншыққанда қылқындырып жатқан жоқ. Тиым. Мен осы кезде тиым болады. Жаңағы ағам айтып кетті ғой. Қызға 40-ден тыю деп. Ол өзінше, ол қарауылдан да тыю. Қарауылдың өзі әй қыз қайда барасың деп айтуға қақысы бар. Ал біз кейін кезде, мысалы, Мекеде өзімізді айтып кетейік. Мен көбінде өзім мұғалім болғаннан кейін мектепте 25 жыл басшы болдым. Мектептің басшысы, 3 мектепте. Сонда әдеп сабағын бердім көбінде. Кейін өзін-өзі танау деген сабақ бердім. Неге? Бұның болашақ ұрпаққа өте терең ұғымда тәрбие беруге болады. Себебі біздің қазақ көшпенді болды деп айтамыз. Сонымен қоса біздің есте сақтау қабілет басқа ұлттан артықпыз. Өйткені оның себебі кейін медициналық дәлелдеп жатыр. Біз жылқының етін жейміз. Жылқының етін жақсы көреміз. Жылқының етін кім сонымен аузына соны жейді, ол адамда есте сақтау қабілеттігі күшті болады екен. Дәлелдеген оны. Сол себептен мен мектепте істеген кейін, осы мекілік болғаннан кейін, бізде мұндай дәстүр салттарда біз жаңғырттық. Ол кейін бұрындары заманында газетке де шыққан, журналға да шыққан. Мысалы мен ондайға барғаным, ол жолға түскенім, ол жолды мен тереңірек зерттегенім, және оны енгізгенім, және өзіміз айтып отырмыз ғой, арақ деген мәселе. Мен 87 жылы алғаш 33 жасында мектепке директор болып бардым. Бір колхозға айтып қояйын, колхозға. Сонда тойға барасың, қонаққа барасың дегендей. Сонда қара, 3 буын бала, келін, әке, ене, ата, әже. 3 буын отыр, бір үйдің 3 буыны. Үшеу қату атып ішіп отырады қарақты. Сонда мен өзімше ішті ойлайтын, бұл енді дәл өсіп кете берсек, бір 10 жылда қазақ жойылады. Енді қазақ қалу мүмкін түрі, бірақ бұрынғы қазақтың қазақты ойлайтын, ұлтты ойлайтын, ұлттың уызы қалмайды деп ойладым. Содан кейін бірінші қолыммен келген, не істеймін, өкімет емеспін, жалы шығара алмаймын. Қолымнан келгені, ол кезде мектепте 6 жасар баланы оқытатынбыз. Соны мектептен тамақ бергеннен кейін тұрзамда тәрбиеші айтып, балаларды алып жүш көшеге деп, өзім алдында жүріп отырамын. 6 жасар баланы түшпелеп, балапан сиятқы ертіп, түнде ішкенді көріп байқаймын ғой мен тойда. Сол үйге барамын ғой. Шалғайдан, ақсақал, мына балалар 6 жаста мектеп қабырғасы келіп отыр. Сіз бұған ақ жол деп бата келіңіз. Деп оятамын деп ойлаймын ішімнен. Ана балалар білмейді қайыр, не үшін барғанымызды. Асқал сонда кішкене есіне келсе қысылады енді. Ей, кемпірін айтып, әкел, балаларды кіргіз деп. Ана өзінің баласы енді тұрып атады. Ол да әртер басқа тұрған. Ана немересі ананың шалын немересі. Ол да. Мен айтам, мына қаш, ақсақал, 3 буын үшеуіне көрді ғой мына балалар. Осы бала ертең осындай болсын ба деп, болады ғой деп ойламайсыз ба дегенде, үндемей қалғандар болды. Содан кейін ақырын арып кете бердім мен. Осы кіндік ашқан деген шықтыдан кейін, сол жалдары кіндігін ашып жүретін сұмдық болып кетті енді. Мектепті басшым, жалы шығардым өзім. Пенсияташымда айттым, ертеңнен бастап мектепте біз дәстүрлі, өз дәстүрімізді қолға аламыздағы, біз таза қазақ болып, ұлт жанды сабағын білім аламыз. Себебі аталарымыз айтып кеткен, Әл-Фарабидің өзі айтып кеткен. Тәрбиесіз білім ол умен тең. Бірінші тәрбиені қол қалайық, одан кейін білімді деп. Сонымен қыз бала мұғалім болсын, оқушы болсын, шалбар кимейді. Біт, уже тыйым салынды. Бәрі ипке кетті, көйлекке. Шашын бірде-бір келін болсын, мұғалім болсын, әйел мұғалім болсын. Қыз балалар, оқушылар, әсіресе 8, 9, 10, 11-лермен. Өскен қыздар. Шашын ешкім далбар түшмейді, бәрі үреді. Енді артынан түстім енді. Бәрін қойып, таңғы сағат 6-тан барамын, 7-тен барамын, соны түнмен айтты, 2-сімен де ойнап, не керек бір 2 айда келді. Ол міне өшке түбіз отырған мектеп, 18 мектепте. Сонымен, не істеу деген? Ол айта бергеннен ол адам құлағы үйреніп кетеді.
Ілияс Жансүгіровтің сөзі бар. Нағыз құлақ ол қанда деп. Біз қанымыз қазақ қой. Сол сөзді қанға не жеткізу керек? Күй ғана тіке жолдарды қанға. Сонымен мектепте Қоңырау дегенді балаларына жинап, мұғалім жинап. Ау. Қай жылдары? 2004. Онда. Сонымен сапқа тұрғызып қойып, Қоңырауды алып келіп, айттым, дәріт айту керек балаларында. Мына Қоңырау біздің жерге кең даламызға, еркін даламызға 1731 жылы келді. Жаңа біздің старший браттарымыз, орыстар, пәуескі арбалары бар, былқылдап, рейстері бара бұл жылы, 3 ат жеккен. Сол 3 аттың доғасында Қоңырау байлап қояды. Соны саңғырлатып біздің далаға келеді ғой. Уже бізді басаула бастады. Әр жерден қала соға бастады. Семей, Петропавлға дәрет етіп атты, Павлодарға дәрет етіп, сондай қалалар бекініс сала бастады. Ақмола, сонда олар неге Қоңыраумен келді деген сұрақ туады ғой. Себебі олар бұрынғы алғаш негрлерді Африканы жаулағандағы әдісті қолданады. Олар жаңағы Америкаға кім құл керек қой. Мақта егу үшін, қамыс егу үшін. Құлды қайдан алады? Африкадан алады. Қалай алады? Қалай құл алады оны? Мінгізеді бәрін корабльге. 2 ай ма 3 ай жүзеді ғой Америкаға дейін. Жол жөнеге мынау аяғы жүкті әйелдер бар. Еркектер бар. Сен мынау ішінде бала әкесің. Анау. Сонымен палубаға тұрғызып қойды әйелдерді. Жүкті әйелдердің бәрін. Енді босанайын деп тағайындыр ғой енді. Қатар-қатар алдына күйеулерін қойып қояды дағы. Енді жауыздық қой енді. Соны көзінше бауыздайды ғой жағарда. Бұл тарихта бар нәрсе. Сонда әйел шыңырады ғой жаңағы, күйеуін бауыздайды. Ыстыққан, шашап атқан деп бетіне. Сонда туған бала үші дайын құл екен. Қоңырау сонда кем емес. Өйткені қазақтың бестегі баласы, қазақта онда дыбыс жоқ, болмаған. Чеке болмаған ғой бұрын. Біз не естиміз? Қамыстың сылдыры, судың сылдыры, қамыстың қызығы, шүйткінің шырылы, не керек? Жел. Және табиғи дыбыс. Соны естіп өскен қазақтың бестегі баласы шаңғырлаған Қоңырауды естігенде шошиды. Сол шошыған бала ертең дайын құл болады. Деп сол шешкендағы қайерде су бар, сүрге шүрге солады. Қараңдаршы, қайерде өзен бар, су бар, шүрге тұрады. Соны Қоңырауының даусын құлаққа үйретіп, құлдық сананы сынағып тұрып алады ғой. Миға құйған ғой соны. Сол үшін айтты, бүгіннен бастап біз мектепте Қоңырау соғылмайды. Біз құл болып біттік. Онда 80 жыл бақпаған кез ғой, құлдық ұштағанымыздың жаңағы. Сонымен көмем балалардың өзінше арулап тұрып жаңағы Қоңырауда. Орын ма? Орында не істейміз? Әкел, өзінің оқушылар отырады. Оркестрім бір. Ұрбал бір ауында. Сонымен мен Мұстафина деген бір мұғалім болды, физик. Сол айтым сенен зерттенді, өйткені өзі сондай жақын адам еді. Бірінші сыныптың оқушысына қандай күй керек? Екінші сыныпқа қандай керек? Сонымен бірінші сыныптан 11 сыныпқа дейін күйді керектілік таңладық. Біз 2000 күй бар ғой. Соны қазір жоқ қой, сол жігіт болатын. Алматыға жіберіп, ақшаны жоқ қой. Радиодан алдырдым күйлерді. Алып, әр сабаққа математикаға қандай күй керек, тарихқа қандай күй керек. Қысқасы, аздан қыса жетті тұрғыдан бүкіл 4 қол қойып қойды мектепке. Сонда бүкіл меркі орталық. Ана жерде шекара, мына жерде төс жамбыл, мына жақта Краснодардағы жегі бар. Бәрі естіді, Тұрлыбай Батыр. Тұрлыбай Батыр. Азанға тұнық қой, жетті. Бәрі күймен ойнады ғой. Кей атпен келеді ақсақалдарым. Қарағым теу мынауың теу сұмдық болды ғой деген. Білем жанымыз жылайды дейсің дейді. Келінде де ойытпайды, өзінде тұрып сиыр соғып жатыр қазір. Бір бала кешікпейді. Мен 3 күн ұспайтым. Бұрын 3 сабақ келедім балалар, 3 сабаққа. Бір бала жаман оқыды, бұл тоқтады өзін өзі. Қарашы, күйдің құдіреті. Күйдің киесі бар деген мен соны кейін оны жаптым, мен қайта жағам. Оны оқып жабаттық, мен қайтадан қоямын. Соны 4-те жап, 4-те қойдым. Ақыры мен сол жұмыстан қуып құтылды қойдым. Сол бір жылдан кейін алып тастады. Содан кейін өкімет қазір домбыра күні күй деп енді шығарып жатыр. Мен оны 2004-те бастаған болатын. Неге? Ол дәстүр ғой. Дұрыс. Міне, дәстүрге сол, міне, қазақ дәстүрге неғылым енген сайын
соғылымыз қазақ бола бастаймыз. Ол біздің уызымыз. Таңға жоған автобус ұзаққа жетеді ғой. Ана мелодия қандай да. Сонан кейін үшінші бәрі тілмен келеді ғой. Онда да өлең айтсақ та мамам, анада мамам, папам түгел мама папа кетті ғой. Сонан кейін енді оған да жұмыс істеу керек қой. Қайта жиналыс аштым, бір ай сұрап берейін. Әр мұғалімге тастады. Саған 10 бала, саған 10 бала, 5 бала. Ертеңнен бастап ана, әке, кіре беріспей жазып қойдым. Мама, қоршауғалым, қарамай жазып қойым, мама деп. Қызымды сызып қоямын, ортадан, қоршауғалым. Папа, оны да қарамай жазамын дағы, қызымды сызып, оны да қоршауғалым қоямын. Үстіне ана, әке, көке. Болды. Кірген адамда сонымен сөйлейді, бала сонымен сөйлейді. 2 айдан кейін түгел. Кеп жылайды аналары. Анашының айтады, мен қыз үйден кеп, мен кеттім дейді. Сұмдығай мен жүрегімді жыладым дейді. Міне, ақырсы болады. Сол бір салт дәстүрді жаңғыртқан кезде де бір заманның талабына сай. Заманның өзі мені соны есепте өтіріп тұр. Соны істе, қолымнан келіп істе деп жатыр. Негізі мен ойлаймын, бір өте реформаның бір түрі тиімді реформа ғой. Өте дұрыс жаңғырту деп ойлаймын. Өйткені солай шықты бақала. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, бізге жапондар жақындарсы келіп жүрді. Енді жапондар өздерінің, мысалы, енді біз технология бойынша білеміз, кісілер сондай технология жағынан өте алда, экология жағынан өте алда. Ол кісілер сол адамның өмірін жеңілдету, жақсарту бойынша ол мемлекеттің біз сонда жасап жатқан алдыңғы шеттегі технологияларын білеміз. Десе де жапондар да өздерінің дәстүрін жаңғыртады екен. Осы технологияны оздырған сайын естігенім осы Toyota көліктері деді, соның қымбат люкс кластары болады жаңағы. Соның бірінің орындық ішінде қаптағыштарын, яғни чехолдарын баяғы самурайлардың кимоносын тігу әдісімен тігеді екен. Сіздікі бағана салыстырған кезде осы пара-пар болып тұрма деді мен өз. Нағыз ұлттық нақыш болады, ұлттық нақыш болады бәрі. 2004-те бұндай қадам жасасаңыз, онда дән ризамыз, керемет. Енді бұл жалпы қазақтың салты, қазақтың дәстүрі, күнделікті ғұрпы, сол ата-бабамыздың ұстанған жолы, бұны енді тарқатып айтатын болсақ, бұның әрқайсысы мағынасын ашып, бұның түбіне жететін болсақ, пайдасын талқылайтын болсақ, мен байқап отырмын, сіздермен таңға соғатын сияқтымыз. Енді осы беріп өткен ақпараттарыңыз, осы бір жасаған, жүріп өткен, біз қазір танысып отқан жолдарыңыз ары қарай да жалғаса берсін. Мынау ел ішіндегі ағартушылық қызметтеріңізді осы күнде зейнетке шықсаңыздар да пейнетті тоқтатпай, қоғамның әйтеуір бір бұрышын болса да көтеріп тұрайық деп, азаматпыз ғой деп өйстіп атқа қонған жайларыңыз бар екен. Сіздерге бүгінгі сұхбатымызға келгендеріңізге көптен көп мен ризашылығымды, рахметімді білдірем. Осы енді құрметті көрермендер, осы сұхбатымыздың былайша айтқан ақыры ретінде, түйіні ретінде сіздерден жастарға бірер ауыз ақыл болса, бұл енді біздің былайша айтқан кезде бағдарламамыздың дәстүріне айналып кеткен. Әлбетте ақыл айту оңай, анау мынау деп жатады. Десе де өмірді көрген, мынау ғұмыр дарияның қайығына мініп жүзген адам ғана тұшымды ой, сондай ақыл айта алады деген мен пікірден өздеріңізден бірер ауыз. Енді жаңа салт дәстүрге нүкте қоюдың алдында бүгінгі күндегі ата-аналарға айтар едім, есінде болсын деп, қыз баланы аз ақша бұзады, ұл баланы көп ақша бұзады дейді. Ол бекер айтылмаған. Бәріміздің студенттеріміз бар, әскердегі балаларымыз бар, оқушыларымыз бар дегендей. Себебі қыз балаға ақша көп керек. Себебі қыз баланың санитарлық гигиеналық заттары болады. Көп түрлі инвентарь көп, инвентарь көп. Сондықтан бекер айтпаған. Аз ақша қыз баланы бұзады дейді. Қыз балаға ақша жеткілікті болса, ол еш уақытта бұзылмайды. Ал мәжбүр болып керек болып тұрса, кім біледі, 12-де бір гүл ашылмаған қыз баланы анау мынау алдап кетуі мүмкін. Ұл баланы көп ақша бұзады деп, онда ата-баба бекер айтпаған. Оның ақшасы жеткілікті болса, ол кең жүріп тұрғысы келеді, ол керек емес. Ер бала жетпей жатқан жерді еңбек істеп табу керек. Ер баланың онша көп киімі де керегі жоқ. Ер бала кең өскендіктен біреуден таяқ жейді, біреуге таяқ жегізеді. Тек қана одан ондай өмірден шығындала беріп,
нағыз отан елді қорғайтын, үйленсе нағыз сол шаңырақтың тірегі болатындай қасиетті болу керек. Содан кейінгі ата бабамыз бұрын айтқан, қазіргі мына егеменді болғалы, мына соңғы қыркүйектегі жолдауында президентіміздің өзі айтып жатыр, қоғамымыз білікті болсын, еңбек сүйгіш болсын, және елім жұртым деген патриот болсын деп. Осының төңірегінде бәріміз білуіміз керек. Білімді болу ол мыңды жығады. Еңбек дегеніміз ол денсаулық, еңбек байлық, еңбек абырой, еңбек жұмыс істеп шыңдалып, нағыз дос жоран, тіреуші, қолдаушы адамды табасың еңбек етсең. Ең соңында елім жерім отан сүйгіш деген сол әр қыз бала, ұл бала әсіресе ұмытпау керек. Ата бабамыздың баяғыдан айтып кеткен, соңғы неше жылда ғасырлар билеген билеушілер біздің оны жойып жіберген. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасын ұмытпаса, елдің бәрі отаным, елім, жерім дегенде бойындағы барлық жақсы қасиетті отанға, көпшілікке, ел жұртқа жұмсайды. Келіп біздермен сұхбаттасқандарыңызға үлкен рахмет. Табысты болыңыздар. Рахмет. Аға өзіңіздің. Атамыз қазақ айтып кеткен ғой. Балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы. Балаң атын білмейді ғой. Мысалы айтамын. Бағдәулеттің баласын қарашы. Қамыздың сөзің өзі, ит ұрды намызың деді қазір. Балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы. Атың жаман болса, шымы жаның тозағы. Чү деп өлесің. Ал қатын жаман болса, бұл өмірдің азабы дейді. Неге? Үшеуін айтады. Үшеуі де еркекке байланысты. Үшеуін де баптайтында, тәрбиелейтінде, қағатында, бағатында ер адам. Сол себептен ұл бала басын айттым ғой, жұртың бөсін деген. Ұл бала дегенде Жапонда неге бізге туысқан болысы келеді? Себебі олар да осыны басшылық қылады екен. Ұлға айтады. Сен жаныңды Құдайға бер. Өйткені Құдай саған жан берген. Өзі берген жан өзі алады. А жүрегіңді әйелге бер. Жігіттер болса қыздарға бер. Ал намысыңды ешкімге беруге болмайды. Өзіңмен бірге көрге алып кет дейді. Сонда да қазақтың намысшы жігіттер көбейе берсін. Сонда жесір де болмайды, жетім де болмайды. Экономикамыз да көтеріледі, ұлтымыздың да уызы қойыланады. Мәңгі ел сонда боламыз. Атамыз қазақта ұл баланы, ер азаматты, ерді қатты сыйлаған. Мысалы, менің туған апам, мен ата мен апамның көп тәрбиесін көрдім. Осы өңірдің Бектен болыстың қызы болған. Бектен болыс 25 жыл болыс болған. Мен апам ауырмай сыздамай жақсы өмір сүріп 97 жасында ұйықтап кетті. Бұл бақилық болды. Сол кісі менің жолдастарым 56 жыл 1-ші классқа сыныпқа бардық. Ол балалардың кішкентай баланың алдынан ол кісі шөбере болып келсе де алдынан жіберетін. Бала өз. Мен апам сұраймын, апа, сіз осында бұл шөбере немере неге алдыңыздан жібер? Бұл десем, бұл ер азамат. Еркек кіндікті қолына жаңағы портфель ұстаған, білім алайын деп жүрген. Не болмаса қамшы бар, малға жүгірейін деп, атқа тайға мініп баратқан балалардың бәрі ол ертең Алла бейбітшілік берсін мәңгілікке, басымызға іс түспесін. Бірдеңе болып қалса жастарды, кәрі шалдар мен кемпірді, тағы басқаны, жердің байлығын қорғайтын осылар. Сондықтан осыларды құрметтеу керек. Осылар болашақта осындай ізет, құрмет көрсетілсе, нағыз отан сүйгіш, ел жұртын сүйгіш, намысшыл болып, бірде-бір қызын, атасын, апасын ешкімге мазақ қылдырмайды, құлдыр қылмайды деп айтатын. Жөн. Олай болса, құрметті көрермендер, бүгін өздеріңіз көріп отқандай көкелерімізбен, былайша айтқанда аталарымызбен жақсы сыр сұхбат болды деген ойдамын. Алдағы уақытта біздің YouTube каналымыздағы келесі шығарылым сандарын жіберіп алмаңыздар. Мүмкіндік болса қарап отырыңыздар, пікір жазып, лайк басып, және де біздің каналымызға жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен келесіде кездескенше, сіздермен бірге болған мен Тілеухан Бағдәулет. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.